Assalomu alaykum Qozog'iston xalqi, ағайын туыс жекжат, барлық тыңайтындарға assalomu alaykum тағы. Қазақ Ақтауда жұмыста жүрген Токмак деген жерде. Бұл жерде шурт жасайтын завод салынып жатыр. Мынау теңіздің жағасы. Ана білмеймін, кеме ғой, қандай кеме екен. Не теңіз. Мынау насосный дейді, осы жерден, короче, суды жинайды, теңізден тартып. Астында, так, мынаның астында 12 метр жерде тереңдікте бассейн сияқты не бар, су қойма. Соған жанаты кейін. Мына жақта алыста көріп тұрсыңдар ма? Сол завод. Осы жақтан шыққан су сол жаққа барып через фильтризация өтеді. Сосын су жібереді. Өзенге жібереді дейді, өзен халқына. Біздің қазіргі жұмыс міне плиточный забор, міне көріп тұрсыңдар ма? Соны монтаждап, установка жасап жатырық. Осының бәрі былай қошалайды, осы камераға айналғандай. Сол. Теңізге шомылу керек енді. Су мұздай шығар бірақ. Полат деген жігіт, Шардаранікі. Мен де өзім Шардарадамын. Сол. Жұмысқа келген. Ауа райы болады, бұяқ салқындау екен. Біз жақ Шардара жақ қайнап жанып тұр дейді ғой, 50 градусқа жақ. Жақта ыстық емес, салқын болып тұр, биыл что-то ауа райы. Бұндай кезде бұяқты өртенетін еді. Мынау мен.